Армысыздар, құрметті ұстаздар, оқырмандар. Республикалық бір ел бір кітап акциясы аясында көрнекті прозашы Төлен Әбдіұлы тақырыбындағы әдеби кешке қош келіпсіздер. Қазақ прозасында өзінің ерекше қолтаңбасы бар, қаламынан таным тамшылары мөлдіреген қабырғалы жазушы Төлен Әбдіұлы 1942 жылы 4 қыркүйекте Қостанай облысының Жангелдин ауданындағы Еңбек ауылында дүниеге келген. Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университетін бітірген. 1965-1970 жылдары Қазақстан пионері, қазіргі Ұлар газетінде әдеби қызметкер, бөлім меңгерушісі, 1970-1972 жылдары Жалын Алмаханында бөлім меңгерушісі, бас редактордың орынбасары, Қазақфильм киностудиясында бас редактор, біраз жылдар Қазақ әдебиеті газетінің бас редакторы, Қазақстан жазушылар одағының екінші хатшысы болып жұмыс істеді. 1993 жылы Қазақстан Республикасы президенті